Ресей Калуга облысы Зубов ауылы. Үлкен қоңырау мұнарасы бар Бикеш Мария шіркеуі. Мен қоңырау мұнарасының астында тұрмын. Бұл шіркеуге кіретін есік. Кірпіштен жасалған қойма жартылай құлаған. Екі бүйірлік өту. Оң жақ өткел шағын тар бөлмеге апарады. Кірпіш төбесі бар. Көмекші бөлмеге ұқсайды. Сол жақта бәрі басқаша. Бұл жерде кірпіштен жасалған баспалдақ болды. Баспалдақ қоңырау мұнарасын сасылу кезінде жасалған. Міне дәлел. Кірпіштің жартысы қабырғада, жартысы баспалдақта. Міне тағы бір ұқсас кірпіш. Өте тар баспалдақ. Мұнда ештеңе өзгерген жоқ. Кірпіштер сол күйінде қалды. Бұл баспалдақтың дизайнын сәулетші жасаған. Бір адам тар баспалдақпен қоңырау мұнарасының екінші қабатына қарай жүрді. Бірақ жоғарыда төбелер жоқ. Ал көтерілетін баспалдақтар да жоқ. Құрылыс кезінде жасалған баспалдақ тек екінші деңгейге апарды. Мен кірпіш баспалдақпен көтерілдім. Қоңырау мұнарасының қабырғасында ебедейсіз тауашалар бар. Еден арқалықтарын бекітуге арналған тауашалар сияқты емес. Бұл тесік сәулеге арналмағаны анық. Бұл жерде де жайбарақат. Кесілген ағаш бөренелердің қалдықтары. Олар төзімді төбе үшін тым жұқа. Сондай-ақ ыңғайсыз тесік. Мұнда күшті төртбұрыш сәулетті салу мүмкін емес. Тесік құрылыс кезінде жасалған болса да, қабырғадағы дөңгелек ағаш кесектері. Бұл тіректердің қалдықтары қалың, берік арқалықтар. Бірақ әртүрлі өлшемдер және әртүрлі биіктікте. Бұл жоба емес, қандай да бір ретсіздік. Қисық құрылысшылардың әрекеті. Әртүрлі биіктіктегі, әртүрлі ұзындықтағы және қалыңдықтағы ағаш арқалықтар. Ағаш арқалықта металл қысқыштар көрінеді. Бұл жерде қоңырау ілінді. Бірақ арқалық басқа ағаш арқалықтың үстінде жатыр. Сәулетші әдемі ғибадатхананы жоспарлаған. Ол үлкен қоңырау мұнарасын салды. Екінші деңгейге қызмет көрсететін баспалдақпен қамтамасыз етілді. Бірақ мен қоңырауды ұмытып кеттім. Ешкім сәулетшіге қоңырау мұнарасын қоңырау ілу керек екенін айтқан жоқ. Содан қисық адамдар келіп, ағаштан қорқынышты құрылыс салды.